Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика сабағында өтетін сабағымыздың тақырыбы жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Осы сабақта сенің меңгеретінің жазбаша түрде қалдықпен бөлуді білесің, қалдықпен бөлудің алгоритмін қолдануды үйренесің. Қазақстанның математиктері Орынбек Жәутіков, Қазақстанның ғалымы, математик. 2005 жылдан бері Алматы қаласында математика және физика пәндерінен оқушыларға арналған халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткізілетінін білесің бе? Осы олимпиадаға қатысуға қанша елден оқушылар жиналғанын білу үшін мына кестедегі бөліндінің мәні мен қалдықты тауып, шыққан қалдықтарды қоссақ, саны шығады екен. Бірге орындайық. Бөлінгіш 38, бөлгіш 7. Бөліндінің мәнін табу үшін 38-ге дейінгі бөлінетін ең үлкен бөлінгішті еске түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар, 35. Демек біз 35-ті 7-ге бөлеміз. 35 пен 7-нің бөліндісі 5, яғни бөліндінің мәні 5 екен. Енді 38-ден 35-ті азайтамыз. Қалдығымыз 3 шығады. Дұрыс айтасыңдар. Екінші бөлінгіш 50, бөлгіш 8. 50-ге дейінгі бөлінетін ең үлкен бөлінгіш қайсы? Дұрыс айтасыңдар, 48. Демек біз 48-ді 8-ге бөлеміз. 48-дің ішінде 8 6 рет бар. Бөліндінің мәні 6. 50-ден 48-ді азайтсақ, 2 қалады екен. Демек қалдығымыз 2. Үшінші бөлінгіш 13. 13-тің ішінде 7 неше рет кездеседі? Дұрыс айтасыңдар, 1 рет кездеседі. 1 мен 7-нің көбейтіндісі 7. 13-тен 7-ні азайтсақ, 6 шығады екен. Демек қалдығымыз 6. Соңғы бөлінгіш 10 саны. 10 санының ішінде 6 неше рет кездеседі? Дұрыс, 1 рет кездеседі екен. 10-нан 6-ны азайтсақ, қалдығымыз 4 қалады. Енді балалар барлық қалдықтарды қосайық. 2 мен 3-тің қосындысы 5. Оған 6-ны қоссақ 11. Оған 4-ті қоссақ 15 шығады екен. Демек халықаралық олимпиадаға 15 елден оқушылар жиналған екен. Ал балалар жазбаша түрде қалдықпен бөлудің қалай орындалатынын түсініп алыңдар. Бүгін сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға баған түрінде қалдықпен бөлуді үйренесің. Мысалды шеш. 465 бөлу 2. Бөлудің компоненттерін есіңе түсір. Дұрыс, бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Жазамыз. Бөлінгіш 465, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 4 жүздік. Жүздіктерді бөлеміз. 4 бөлу 2 тең 2. Бөліндіге 2-ні жазамыз. Ондықтарды бөлеміз. 6 бөлу 2 тең 3. Бөліндіге 3-ті жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. 5 бөлу 2 тең 2. Қанша бірлік бөлініп, тағы қаншасы қалғанын тексереміз. 5 азайту 4 тең 1. 1 бірлік қалды. 1 кем 2-ден. Бөліндіге 2-ні жазамыз. 1 қалдық. Жауабын оқимыз. 232, 1 қалдық. Жарайсың. Бейнероликті көріп алсаңдар, енді бірінші тапсырманы орындайық. Қалдықпен бөлуді баған түрінде орында. Есептеуді тексер. Дәптеріңді ашып, баған түрінде жазып, орындай ғой. Орындап болсақ, тексеріп көрейік. Қалдық бөлгіштен кем болу керек. Тексеру үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосамыз. Сіздерде де осылай шықты деп ойлаймын. Екінші тапсырма мәтіндік есеп. Залды безендіру үшін 334 жалауша сатып алынды. Оны 3-тен біріктіріп байлады. Қанша байлам жасалды? Қанша жалауша артық қалды? Есептің қысқаша шартын құрып, сұрағын табамыз. Шешуін шешіп, жауабын жазамыз. Өзіңді тексер. Қысқаша шарты. Сатып алынды
334 жалауша. Байлады 3-тен қанша байлам? Артық қалды қанша жалауша? Шешуін шешу үшін 334 жалаушаны біз 3-тен бөлдік. Мәні 111 шықты, бір қалдық қалды. Жауабына 111 байлам жасалды, бір жалауша артық қалды деп жаздыңдар деп ойлаймын. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты қалай меңгергендеріңді тексеру мақсатында 3-ші тапсырманы орындап көріңдер. Ол үшін Google Диск сілтемесіне өтіп, сол жерден тапсырманы орындайсыңдар. Әр дұрыс жауапқа 2 балдан беріледі. Оқу тапсырмасы номер 3, 66-шы бет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.